Сәлем, асыл жандар. Бүгін 5 тамыз, дүйсенбі. Аптаның басы ерекше энергиямен басталады. Жұлдыздар саған нақты белгі береді. Сенің алдыңда жаңа мүмкіндіктер, жаңа шешімдер мен жаңа бағыттар бар. Бүгінгі жорамал жай болжам емес, жүрекке жазылған нұсқаулықтай болмақ. Кәнеки, бірге оқиық, бірге ойланайық. Тоқта. Сенің бойыңда бүгін ерекше серпіліс оянады. Ішкі сенімің артып, тіпті қорқып жүрген нәрселеріңнің өзіне бет бұрасың. Батыл әрекеттер арқылы сен мүлде жаңа мүмкіндіктерге жол ашасың. Қаржы жағынан күтпеген пайда болуы мүмкін. Жаңа идеяларды жүзеге асыруға бүгінгі күн таптырмас мүмкіндік береді. Сүйіктің болса, жүрекпен сөйлес. Жалғыз болсаң, бүгін бір ерекше кездесуге себеп бар. Ең бастысы, басқалар сені қалай көретіні емес, сен өзіңді қалай сезінетінің маңызды. Торпақ. Бүгін сені тұрақтылық емес, қозғалыс күтіп тұр. Әдеттегі жайлылық аймағыңнан шығу уақыты келді. Бір шешімге келу қиын болса да, жүрегіңді тыңда. Достарыңмен немесе отбасымен ашық сөйлесудің маңызы артады. Бүгін айтылған бір ауыз сөз ертеңгі бағытыңды өзгертуі мүмкін. Ішкі тыныштық пен шынайылық саған бәрінен қымбат. Егіздер. Сенің ойың бүгін зымырандай. Креативің шарықтайды. Қарапайым дүниелердің өзінен шабыт табасың. Бірақ дәл осы ойлар сенің миыңды артық жүктеуі мүмкін, сондықтан тыныс алуға уақыт бөл. Жаз, сурет сал, жүгір, не көмектессе, соны істе. Көңіл күйді бақыла, тым эмоцияға берілме. Шешімдерің нақты болсын. Бір хабарлама, бір қоңырау бүкіл аптаңды өзгертуі мүмкін. Шаян. Бүгінгі күн ішкі әлеміңді тыңдауға тамаша сәт. Өзіңді ғана емес, өзгелерді де түсінуге тырыс. Біреудің жүрегіне үңілу сені де емдейді. Жан дүниеңде бір жарық пайда болады. Бала күнгі арманың немесе ұмыт болған бір мақсат қайта оянуы мүмкін. Бүгін естеліктер, сағыныш, реніш бәрі бетіне шығуы мүмкін. Жаңару кезеңі. Өзіңе қамқор бол. Жыласаң да жеңілдеп аласың. Жылағанның арты шын жеңіс. Арыстан. Сенің жұлдызың бүгін жарқырай түседі. Бүгін біреу сені сөзбен сынауы, не қызғануы мүмкін, сен оған мән берме. Сен тек алға бас. Жалындай энергияң өзгелерді де жігерлендіреді. Сахнада болмасаң да, өмірдің сахнасында жарқыра. Шығармашылықпен айналыс, сурет сал, видео түсір, ән айт, жүрегіңді аш. Мүмкіндік есігі бүгін сәл ашылады. Жетіп баруға батылдық керек. Сенде ол бар. Бикеш. Қатты бақылауды босат. Бүгін ағыммен жүзетін күн. Тым көп жоспар, тым көп уайым саған кедергі. Барлығы ойыңдағыдай болмаса да, өзіңді кінәлама. Өмір дәл солай жүру керек. Жалғыздық емес, жан тыныштығы келіп тұр. Сенің жан әлемің терең, өзгелер оны түсінбесе де, сен өзіңді түсін. Бүгінгі кіші әрекет, ертеңгі үлкен өзгеріс. Таразы. Көңілің екіге бөлінгендей ме? Бір шешімге келе алмай жүрсің бе? Бүгін жүрек пен сана арпалысады. Сен әрдайым тепе-теңдікке ұмтыласың, бірақ кейде бір шетке өту керек. Қателік емес, әрекет жасамау ең үлкен өкініш болады. Сенің әділдігің мен сұлулығың өзгелерге шабыт береді. Сен өзгелерге керек екеніңді ұмытпа. Бүгінгі әрекетің біреуге үміт болар. Сар Шаян. Сенің ішкі күшің бүгінгі қорғаның. Қанша қиындық болса да, сен жанып өтесің. Бір адаммен ашық сөйлесу сені жеңілдетіп жібереді. Жасырын сезімдер сыртқа шығуы мүмкін. Махаббат, қызғаныш, үміт бәрі араласып жатыр. Бірақ сен шындыққа тура қарай аласың. Сен жан жарасын емдейтін емшісің, тіпті өзіңе де. Мерген. Бүгінгі күн сен үшін серуен мен еркіндіктің күні. Жаңа ойлар, жаңа бағыттар сені шақырып тұр. Тек бір сәттілік емес, нағыз даму жолындасың. Сапар немесе жаңа жоба бастауға сәтті күн. Өз арманың үшін нақты бір қадам жаса. Сенде шексіз әлеует бар. Сенің көзқарасың өзгелерге үміт береді. Бүгін таңдау емес, әрекет күні. Тәуешкі. Сен еңбекқорсың. Бәрін өз күшіңмен жасап үйренгенсің. Бірақ бүгін демалуға, жайлы болуға рұқсат бер. Өзіңе жұмсақ бол.
Бірісті асығыс шешпе, бәрі өз уақытымен. Жақындарыңнан көмек сұраудан ұялма. Сен жалғыз емессің. Бүгінгі кішкентай жоқ, ертеңгі үлкен ияға жол ашады. Су құйғыш. Сен бүгін ерекше шабыт көзсің. Әлемге идея таратушысың. Бірақ бәрін бірден өзгертем деп тырыспа. Кейде жай ғана бар болу өзіңнің миссияңды орындау. Бір топта ұжымда сенің сөзің шешуші рөл ойнайды. Саған қарап өзгелер үміттенеді. Бүгінгі сен болашақтың сәулесі. Балықтар. Бүгін саған ерекше сезім күні. Интуицияң дәл жұмыс істейді. Бір нәрсе сезілсе, соған сен. Өнер, музыка, сурет жан дүниеңді ашуға көмектеседі. Сен сезімталсың, бұл әлсіздік емес, бұл сенің ерекше қырың. Бүгін сені бір адам ерекше еске алады. Сен біреудің дұғасында барсың. Сен сезім мен жарықтың иесісің. Сенің жан әлемің ғаламның тынысысың. Міне, бүгінгі 12 жұлдыз белгісі осындай сыр ашты, достар. Есіңде болсын, жұлдыздар бағыттайды, бірақ жүректі тыңдау сенің қолыңда. Бүгінгі күн сені шабыттандырсын, сенімді етсін, алға жетелесін. Көңілің жарық, жүрегің тыныш болсын. Кездескенше аман бол.